Даңғаза жылдар. 2008 жылы Астана қаласының 10 жылдығы тойланғанда қазақ мәдениетінің үні өшкендей болды. Есуас шенеуніктер сахнадағы жұлдыздық сәттері 1990 жылдары өтіп кеткен америкалық әнші Уитни Хьюстонды шақырған. Бұл әнші 2005 жылы ғана нашаға байланып, емханадан ем алып шыққан. Соған қарамастан 2008 жылы мәңгүрт шенеуніктер оны Астананың төрінде шырқатты. Ішімдік пен есірткіден сол күйі есін жия алмаған Хьюстон 2012 жылы ақ өлімге жете алмай, абыройсыз жағдайда дүниеден озды. Қазақтың маңдай алды әншілері оған төленген гонорардың көлемін өңі түгілі түсінде де көрмеген. Ол Редиссон отель Астана қонақ үйіне түскенде бөлмесінің бір күндік ақысы $4000 болатын. Өкімет үйінің бір бөлмесін босатып, Хьюстонға бола арнайы гример бөлмесін жасақтаған. Астанада жүріп тұруға арналған лимузин бөліп, профессионал күзетшілерді қасына қосып қойды. Көлігі қала ішінде кедергісіз жүру үшін полиция көлігі лесіп жүрді. Оның концертіне Нұрсұлтан Назарбаев пен Сара Алпысқызы және үкіметтің бүкіл жандайшабы бота тайлақ бау шарбағымен шұбырып барып, даусының ажары қашқан танымал әншінің өнерін тамашалады. Бұлардың қаншалықты маргиналданып, өз ұлтының мәдени жауһарларынан қаншалықты жырақ екенін осылай салыстыру арқылы білуге болады. Мысалы, Еркін Шүмән, Алмас Алмат, Сержан Шәкірат, Берік Саймағамбет, Рамазан Стамғазиев, Қайрат Байбосынов сияқты дәстүрлі өнердің майталман әнші жырлары, күйшілері осылай өнер көрсетсе, саяси элитаның неше пайызы қатысуы мүмкін. 2008 жылы Астана күніне Уитни Хьюстоннан бөлек 66 жастағы британ әншісі Пол Маккартни келді. Өзіңіз білетіндей, ол дәурені 1960-70 жылдары дүрілдеген атақты Битлз тобының экспонатына айналған әншісі болатын. Бұл кезде мәдениет министрі Ермұхамед Ертісбаев еді. 2009 жылдардан бастап Мұхтар Құл-Мұхаммедтің дәуірі басталды. 2009 жылы Астананың 11 жылдығын тойлағанда 67 жасар испандық опера әншісі Пласидо Домингоны шақырды. Пласидоның тұрақты гонорары $300,000 екен. Енді оны алдыру, жатқызу, ішіп жегізу, шақырғандарын қоссаңыз, еңбек ақысы $500,000-ға жуықтауы мүмкін. Пласидодан бөлек, Аргентинаның опера әншісі Вирджиния Толо, америкалық дирижер Юджин Кон, Канада әншісі Лара Фабиан, ресейлік әнші Игорь Крутой, Лайма Вайкуле келді. Игорь Крутой мен Лайма Вайкуле бұл кезде 55 жасқа келген еді. Игорь Крутойдың тұрақты гонорары $75,000, Лайма Вайкуле $55,000-дан төмен сомаға келмейді. Ал Лара Фабианның сахнадан бір жылт еткені $150,000-ға түседі. Дәл осы кезеңде қазақтың маңдай алды дәстүрлі әншілері мұндай сахнаны түсінде көретін. Бағы жанып, бір-екеуі үкіметтік концертке шыға қалса, $1000-дың маңайында ғана жалақы алатын. Таланты тасып тұрса да, атағы жетіспегендері ағайынның той томалағында 50-60 мың теңгеге өнер көрсетуге мәжбүр болды. Бұдан төмендері шілдехана, қоныс той, құдалық сияқты ұсақ түйек жиындарда ән салып 20-30 мың теңгені қанағат тұтты. Өнеріне шешендік серік болғандары тойда асаба болып, ризығын сәл-пәл арттырды. Олар кейде осы нығметінен де айырылып қалатын еді. Домбырасын арқалап, басқа қалаға ұшқанда Қазақстанның әуе компаниялары домбыраны ұшақтың салонына кіргізбейді. Оны багажға өткіз деп талап қоятын. Олар амалсыз талапқа көнеді. Бірақ домбыра багаж бөлімінен қираған күйінде есіне оралатын. Тәуелсіз 30 жыл өтсе де үкімет пен министрлік домбыраны қорғайтын тиімді қаулы шығара алмады. Ұшқан сайын домбырасы қираған әншілер барар жер басар тау таппай, бүкіл мұң-мұқтажын әлеуметтік желіге апарып ақтарады. 2010 жылы Астананың 12 жылдығы тойланды. Оған Италияның опера әншісі 52 жастағы Андреа Бачелли келді.
Бочеллидің гонорары 200 000 доллар. Одан бөлек жаз әншілері Николь және Киберли Дивестер келді. Ресейден опера әншісі Дмитрий Хворостовский, Игорь Крутой, Сергей Лазарев, пианист Сергей Мацурев шақырылды. Жасы 56-ға келген эстрада әншісі Александр Серов Астана төрінде ән шырқады. Сергей Безруков «Хулиган» деп аталатын спектаклін қою үшін Астанаға группасымен шұбырып келді. Америкадан Нио, Румыниядан Маранди тобы келді. Ұлттық намыстан жұрдай болған шенеуніктердің мәдени салаға қосымша берген соққысын мына фактіге қарапта болжай беріңіз. Дәл сол жылдары Мәдениет министрлігінде күндіз түні шапқылайтын мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы 35-70 мың теңгенің арасында болған. Олардың көбі Астанада жеке пәтер жалдай алмай, бірнеше отбасы бір пәтердің ішінде бірігіп тұруға мәжбүр еді. Жеке отбасылық өмір деген көзден бұлбұл ұшты. Оларды пәтермен қамтитын қыруар қаржы дәурені өтіп кеткен шетелдік әншілердің есепшотына аударылып жатты. 2011 жылы Астананың 13 жылдығын тойлағанда 51 жасар британ әншісі Сара Брайтман келді. Онымен бірге ресейлік әншілер Игорь Крутой, Тимати, канадалық Лара Фабиан, ирандық әнші Араш, британ әншісі Джей Шон келді. Араштың гонорары 50 000 доллар, ал Тимати 25 000 доллар. Бұл мерейтойға ресейлік Градусы және украиналық Кёспистелс топтары да келді. Осы нүктеде адам сүйгіштік қасиеті сұмдық дамып кеткен біреу тұрып, өнерпаздар шетелден келсе не бопты? Мәдениетте шекара жоқ. Музыка жалпы адамзаттық құндылық. Қазақтар да әлемдік брендті тыңдап, деңгейін өсірсе не бопты? Пласиадо, Бочелли, Сара Брайтман деген әншілер әлемдік деңгейдегі жұлдыздар. Олардың Қазақстан сахнасында өлең айтуының өзі үлкен абырой. Қайта халықтың мәдени деңгейін көтереді десе не жауап беруге болады? Енді объективті жауапты тыңдаңыз. Олардың билетінің алды 150 000 теңге. Ол кезде 1000 доллар шамасында. Соңы 30 000 теңге, 200 доллар болатын. Қарапайым адам тұрмақ, орта класты құрайтын көз ашық қазақтың өзі мұндай концертке бара алмайтын. Бір билеттің құны оның 1 айлық жалақысы болатын. Сондықтан шетелдік жұлдыздардың өнерін ат төбеліндей маргиналдар ғана тамашалай алады. Тіпті осы концертке қатысқан модерн шонжарлар олардың өнерінен қандай да бір эстетикалық ләззат алғаны күмәнді. Бұл даңқ пен даңғазаның құрбаны болған қарапайым шенеуніктен құралған кәдімгі тобыр болатын. Ал мемлекеттік мерекені ұлттық нақышта тойлағанды ұнататын бұқара халық олардың өнерін залда отырып тамашаласа да, құлағының құрышы қанып, кеудесі мақтаныш сезім кернемейтін. Даңқ пен даңғазаның астарында мемлекеттің ақшасын ұрлау деген бір ғана мотивация жатқан. Құрметті оқырман, сізді осы жерде сабырға шақырамыз. Себебі жоғарыда баяндалған деректерде сәл де болсын нағыз өнердің иісі шығатын. Мәдениет саласының наданданғаны сонша 2012 жылдан бастап бұл талғамға да зар боп қалдық. Енді ешқандай салмағы жоқ, өнерін сыңғырлаған таза табиғи даусымен көрсете алмайтын, оның орнына эстраданың халтурасымен жабуға тырысатын эстрада жұлдыздары басты. Дәл осы жылы мәдениет министрі болып, Мұхтар Құл-Мұхаммедтің орнына Дархан Мыңбай тағайындалып еді. Басшының талғамына қарай Астанаға келетін жұлдыздардың да сапасы өзгерді. 2012 жылы Астананың 14 жылдығын өткізгенде Келли Роуленд деген америкалық әнші шақырды. Оның гонорары 150 000 доллар. Ресейден Нюша, Тимати, Джигун, Иван Дорн, Серебро тобы және молдавалық әнші Дан Балан шақырылды. 2013 жылы Астананың 15 жылдығын өткізгенде америкалық поп әнші Николь Шерзингерді шақырды. Оның гонорары 350 000 доллар. 1990-2000 жылдары дәуірі өтіп кеткен Дима Билан, Анна Семенович, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Сати Казанова, Стас Костюшкин, Юлия Савичева, Виктория Дайнико, Александр Ревва және Глюкоза, Бандерас, Пицца, Фабрика, Джиган, М-бенд, Бянка, Дискотека Авария,
Градусы сынды ресейлік әншілер мен топтар келді. Украинадан Доминик Джокер сынды әншілер шұбырды. 2014 жылы Арыстанбек Мұхамедиұлы министр болып тағайындалды. Министрдің талғамына қарай келуші қонақтардың саны мен сапасы тағы да өзгеріп шыға келді. Оны төмендегі тізімге қарап өзіңіз пайымдай беріңіз. 2014 жылы Астана қаласының 16 жылдығына америкалық рэпер Эйконды шақырды. Оның гонорары $200.000. Ресейден Полина Гагарина пицца тобы келген. 2015 жылы Астананың 17 жылдығын тойлағанда ресейлік Сплин, Ума Турман рок топтары келіп өнер көрсетті. 2016 жылы Астананың 18 жылдық мерейтойына америкалық Бронвей банд музыкалық тобы келді. Бұл жолы шетелден мәнерлеп сырғанаушыларды шақырып, Снежный король қойылымын қойды. Жаңа министр ескі нөмірлерден шаршаса керекті, креативтің көкесін ойлап тапқысы келді. Ол енді әншілерге спортшыларды қосып шығаратын өнерді ойлап тапты. Бәлкім екі министрлік біріккен болар. Бұл кезде мәдениет және спорт министрлігі деп аталатын. Қойылымды қоюға Ресейден Евгений Плющенко, Ирина Цулуцкая, Дмитрий Суханов, Чехиядан Томаш Вернер, Франциядан Бриан Жубер, Англиядан Фиона Залдуа, Украинадан Сергей Якименко, Ирина Усенко сияқты мәнерлеп сырғанаушыларды шақыртты. 2017 жылы Астана қаласының 19 жылдығын тойлағанда Челхунчик қойылымын қойды. Оған Ресейден тағы да Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Никита Михайлов, Анастасия Мартюшева, Нодар Майсурадзе, Канададан Эммануэл Сандю сынды спортшылар келді. Мұншама шұбырған спортшыларды әншілермен жымдастырып, мұз айдыны сахнасында жарқыратып көрсету 3-4 күннің шаруасы емес. Олардың жабылып бір нөмір қоюының өзі қыруар қаржы мен есепсіз шығындарды қажет етеді. Көресіңді көрмей көрге кірмейсің деген сөз рас екен. Қазақ халқының көруге тиіс тағы бір шектен шыққан даңғазасы бар екен. Қотыратқа соқыра тілесіп алып, дәл сол жылы италиялық Ла Скала опера театрының 260 хор группасы тура бір нағашы атасының үйіне келгендей Астанаға түгел ұшып келді. Мұндай астатөк рахат өмірді олар Италияда да көрмеген шығар. Бірақ олардың өзі түк болмай қалды. Бір апамнан өткен сорақы демекші, сахнада сайқымазақтық пен даңқы шыққан ресейлік комедия клуб әзіл шоу тобының тілі мен жағына сүйінген жылмақай жігіттерін жинап алды. Канададан Цирк дю Солей циркін бүкіл ұжымымен алдырды. Әуелде жасөспірім балаларды таңғалдырып, тамсандыру үшін арналған бұл өнердің жеңілтектеу түріне Қазақстан Республикасының саяси элитасы баладан бетер мәз болды. Той мұнымен тоқтамады. Біздің инфантилист шенеуніктер құмар қанбаған екен. Олар бейне бір соғыс кезінде ойынға құмары қанбай қалған кембағал ұрпақ құсап, жартылай өнерімен, жартылай жарнаманың күшімен жұлдыз атанған ортанқол өнерпаздардың бәрін Астана қалдыра берді. Америкалық Limp Bizkit рок группасы, италиялық 58 жасар Эрос Рамазотти, тайван әншісі Терри Лин, ағылшындық Софи Элис Бекстер, ресейлік Кристина Арбакайте, Полина Гагарина, Егор Крайт, Тимоти, Мод, Кристина Си, Би-2, Муми-троль топтары төрді бермес құрметті қонаққа айналды. Егер әкесінен қалған ақша болса, жекеменшік тойына кімді шақырса да өзі біледі. Бірақ мемлекеттік мерекеге ұлттық қордың ақшасын шашып, азғандай топтың көңілін көтеру кәдімгідей қылмыс. 2018 жылы Астана қаласының 20 жылдығына америкалық опера әншісі Энджел Блуды шақырды. Корейлік бойфренд тобы келді, және Голливуд жұлдызы Стивен Сигалды шақырды. Ресейде 1980 жылы құрылған Фольвард тобы мен 1989 жылы құрылған Нана тобы келді. Одан бөлек Крек, Карандаш, Пицца сияқты ресейлік топтар да келді. Қазақ мәдениетінің басына сор боп жабысқан осы Астана күні қазақ халқын артық кемі жоқ дәл 10 жылдың келетті. Бұл күнгі мал шашудың тағы бір астарлы себебі бар еді. Шілденің 6 жұлдызына бекітілген бұл мереке Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне кездейсоқ дәл келгені қосымша соққы болды. Патшаның туған күнін лайықты атап өту деген орта ғасырлық түсінік қазақ мәдениетінің түбіне жетуге сәл-ақ қалды.
қазақ халқына Құдайдың жаны ашыды ма? 2019 жылы осы мерекенің бастауына бір апта қалғанда, яғни 24 маусымда Арыс қаласында жойқын апат болды. Ауған соғысынан бері жиналып жатқан әскери қоймадағы қисапсыз бомбаға от тиіп, бірнеше күн тоқтаусыз жарылды. Қаланың тұрғындары бас сауғалап жан-жаққа босып кетті. Осындай трагедияның қабатында дүркіретіп туған күн атап өтудің реті келмей қалды. Ал 2020 жылы әлемдік пандемия бұрқ ете қалды. Той тағы да жайына қалды. Бірақ соның өзінде намыссыз шенеуніктер халық ковид дертіне жапа шегіп, шыбындай қырылып жатқанда бірнеше отшашу атып үлгерді. 2021 жылы пандемия тағы да мал шашуға мүмкіндік бермеді. 2022 жылы қанды қаңдар оқиғасы болды да патшаның басынан бағы, астынан тағы тайды. Қазақстан қоғамына үстемдік орнатқан қаралы көңіл күй 6 шілдені тағы да тойлатпай тастады. 2008 жылы Уитни Хьюстонды шақырып басталған даңғаза той 2018 жылы Нана тобының «Жорға, жорға, жорға, жорғала» деген әнімен аяқталды. Астана мерекесінің осындай әнмен бітуін жаман ырымға да балауға болады. Қазақ мәдениеті тура мағынасында шетелдік өнерпаздардың алдында құрдай жорғалап кетті. Осындай мағынасыз мал шашуды шырқау шегіне жеткізген мәдениет министрі Мұхамедиұлының үстінен 2023 жылы жемқорлыққа қатысты іс қозғалды. Экс-министр журналистердің жағдайыңыз қалай деген сұрағына қазір СИЗОда жатып йогамен айналысып жатқанын айтты. Сол жылы 22 маусымда 8 жылға сотталды.